YouTube маған 240 миллион просмотрға неше ақша төледі? Бірге есептеп көрейік. Менде болса бір видео рекомендация кетіп 240 миллион просмотр жинаған болатын. Және сол бір видео арқылы 187 мың оқырман келген. Бұл видеоны мен 7 желтоқсан күні салғам. Және басында просмотр онша жинаған жоқ. Бұл каналда тек 6 видео салып, одан кейін просмотр жинамағаннан кейін тастап қойған едім. Сосын желтоқсан айының соңына қарай видео рекомендация кете бастады. Одан кейін осы міне 2 ай көлемінде 240 миллион просмотр жинаған болатын. Және бұл шортс видеоға маған $1626 төлеген болатын. Бұл неге аз десеңіздер, қазір сіздерге аудиториясын көрсетем. Аудиториясы бұнда Индия, Бангладеш, Индонезия, Пакистан, Вьетнам, яғни Азия мемлекеттері. Білесіздер, Азия мемлекеттерінде RPM көрсеткіші өте төмен, аз төленеді. Және бұл жерде 240 миллион просмотр болғанымен, оның тек қана саналғаны 108 миллионы ғана заинтересованный просмотр. Яғни бұл дегеніміз, егер видео 30 секундтық болатын болса, оның алғашқы 10 секундын көріп тұрып шығып кететін болса, ол тек қана просмотр болып саналады, бірақ заинтересованныйға саналмайды. Егер де видеоның соңына дейін көретін болса, заинтересованный просмотрға саналып, сол кезде ғана шортсқа ақы төленеді, яғни сол просмотрға. Ал енді бұны теңгемен көрсететін болсам, қазір сіздерге теңгеге айналдырып көрсетейін. Қазір доллар США болып тұр, казахстанский теңге. Сохранитті басамын. Мінекей 917.794 теңге. Яғни 1000 қызыққан қаралымға 8 теңге төленген екен. Егер де бұл жердегі көрсеткіш 1 миллион просмотр болатын болса, бұл жерде тек қана 800 теңге ғана тұратын еді. Егер де сіздің аудиторияңыз Азия мемлекеттері болатын болса, және де 1 миллион просмотр жинайтын болсаңыз, тек қана 800 теңге ғана төлейді. США және Европа елдері болатын болса, яғни ақш немесе Европа елдері, ол жақта 1 миллион просмотрға 0.3, 0.2, 0.4 доллар, яғни цент төлейді. Ол дегеніміз шамамен $1 жартысы примерно 200-300 теңге. Көргендеріңіздей, Азия мемлекеттерінде YouTube просмотрына аз төленеді. Егер де аудиторияда алғашқы орындарда ақш немесе Европа елдері болатын болса, бұл жерде цифр сәл өзгеше болатын еді. Бұл видеоның салынғаны 2 ай болса да, қазір кезде 48 сағатқа просмотр 7 миллионды көрсетіп тұр. Егер де ақпарат пайдалы болатын болса, осы видеоға лайк басуды ұмытпаңыз және YouTube досыңызға жіберіп қойыңыз.